Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге апаңыз баяғыда сізге дайындап беретін осындай керемет қаттаманың жасалу жолын көрсететін боламын. Бұрында апаңыз жасайтын дегенім бұл шұжық пен пияз қосылған. Қазір көп жерде шұжықтан ештеңе жасамайды. Сіздер де бұрынғының дәмін еске алып жасап көріңіздер менімен бірге. Ол үшін бізге ең алдымен қамыр дайындау керек. Қамыр үшін ыдысымызға тұз бен шекерді саламыз, үстінен жылы су және де жылы сүт құйдым қыздар. Негізі тек сүттен немесе тек судан жасасаңыздар болады. Ол жағы өз қалауларыңызда, бірақ сүт қосып, су қосып жасасаңыздар өте жұмсақ, пропорциясы керемет болып шығады. Үстінен дрожжи салып, ашытқы салып, кішкене араластырып жүресіздер. Кішкене заттары ергенше қыздар барлық заттың мөлшерін тура қылып жасасаңыздар, сіздерде керемет болып шығады. Ал тура мөлшерін көру үшін описанияға өтіп қараңыздар. Үстінен ақ май құйып, яғни сұйық май құйып, електен өткізіп ұн салып, қолға жабыспайтын, бірақ жұмсақ етіп қамыр илейміз қыздар. Қамырларыңыз осындай жұмсақ болу керек. Бетін жауып 40-50 минутқа бір жерге, жылы жерге жауып қойып қоясыздар. Ол уақытта ортасына начинкасын дайындайсыздар. Мен начинкаға пиязды өте жұқалап туратын. Пияздың үстіне тұз салып, кішкене кездім. Негізі қара бұрыш, қызыл бұрыш немесе паприка, соларды қоссаңыздар болады. Кейіннен кәдімгі қарапайым шұжық керек. Бұл кәдімгі қарапайым үш май алып, тоң май жасап алғаннан кейінгі қалған қалдықтар деп айтсақ болады. Бұл кәдімгі шұжық деп аталады біздің қазақта. Дайындап қоямыз. Майдалап турап қойсаңыздар да болады. Міне қамыр 2 есе 3 есе болып көтерілген. Осыны 4 бөлікке бөліп алдым бірде. Одан кейін алып, бірінші қолмен, кейін оқтаумен жаясыздар. Негізі қатты ет асқан қамырға емес, одан да сәл қалыңдау етіп жайсаңыздар болады қыздар. Осындай кішілеу зуала болады. Соның үстіне осындай сары майды полный жағып шығамыз. Барлық жеріне біркелкі етіп жағу керек міндетті түрде. Сонда барлық жері біркелкі болып, қытырлақ болып шығады. Үстіне пияз және де пияздың үстіне шұжық саламыз. Оның көптігі, аздығы өздеріңізге байланысты, өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Пияздың көптеу, шұжығын аздау немесе шұжықты көбірек қылып салсаңыздар болады. Ол айта кеткендей өз қалауларыңыз бойынша үйлеріңіздегілер ұнатқаны бойынша. Дайын болған қамырымызды осылай рулетик қылып орап шығамыз. Барлығын бірінші, одан кейін самсанка сияқты қылып орап біткеннен кейін морозилькаге 5-10 минутқа сармай қатқанша салып алыңыздар қыздар. Сонда барлық жер қытырлақ, әдемі болып шығады сармай қатса. Кейіннен осылай жайып аламыз. Жан-жағына кішкене бортиктер қалдырамыз да, ортасын вилкамен міндетті түрде тесіп алыңыздар. Өйткені ашыған қамыр болғаннан кейін бұл ісіп кетуі мүмкін қыздар. Қатты қалың емес, жұқа емес, осы көлемде жайып алыңыздар. Одан кейін үстіне мен айран жақтым. Сіздер сүт немесе жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар болады. Қатты қызған печкада 15-20 минутқа пісіріп аласыздар қыздар. Осымен дайын. Ешқандай шұжық жемейді деген адамның өзі сүйсініп жейтін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналым ұнаса тіркеліп кетіңіз. Осы видео ұнаса лайк басып, коммент жазып кетіңіз қыздар. Рахмет.